Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге творог қосылған өте дәмді, нәзік, жұп-жұмсақ рогаликтердің рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен табамызға творог, оның үстіне жұмсақ майды салып араластырамыз. Егер де творогтың дана-дана болып жүргенін қаласаңыздар, онда араластырмай қойсаңыздар болады. Онан соң ұн мен қопсытқышты араластырып, осы массамызға салып, жұмсақ қамыр болғанша видеодағыдай илеп аламыз. Он минутқа бетін жауып қалдырамыз. Онан соң осылай ұн сеуіп, тура видеодағыдай етіп, жайып, кесіп аламыз. Біздің қамырымыз тым қалың немесе тым жұқа болып кетпеуі қажет. Видеодағыдай етіп жайып, онан соң кесіп аламыз. Менде шамамен 24 данадай шықты. Өз қалауларыңызша кесіп, осылай орап аламыз. Рогаликтеріміздің бір бетін осылай қантқа аунатып, шамамен 170 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Достар, осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар.